Сәлем достар, сіздермен бірге кино айтушы. Мен бүгін сіздерге 2018 жылы шыққан боевик драма жанрындағы Инуясеки фильмінің қысқаша сюжетін баяндап беретін боламын. Ендеше кеттік. Ичиро Инуясеки өзінің отбасымен бірге жаңа үйге көшіп келді. Ол қарапайым, тыныш, офисте аптасына 5 рет жұмыс істейтін үлкен жастағы еркек. Оның тапқан табысы отбасының толыққанды ыңғайлы өмір сүруіне жеткіліксіз. Әйелі одан әбден шаршаған, ал балалары оны байқамайды, тіпті жек көреді. Жұмысында да сүйікті қызметкерлердің бірі емес. Жұмысына үнемі адам толы метромен барады. Ал үйіне келгенде табалдырықта отырып алып уақытын өткізеді. Осы сәтте оның кішкентай үйіне мойнында хаты бар ит жүгіріп келді. Оны оқыған еркек иттің есімі Ханака екенін біледі. Итті өзінде қалдырайын деп шешті, өйткені егелері оны тастап кеткен екен. Бірақ әйелі итті қуып жібер деп бұйырды. Көп өтпей ол ауруханадан тексеріс нәтижесін алады. Сөйтсе еркекте рак ауруы екен. Оның организмінің басым бөлігі осы рактың кесірінен зақымдалған. Дәрігерлер оған туыс-туғандарымен қоштасу керек екенін айтады, өйткені байғұстың аз ғана ғұмыр қалыпты. Әбден көңілі түскен еркек әйеліне хабарласты, бірақ ол тұтқан алмады. Баласы мен қызына да хабарласа алмайды. Үйіне отбасы келгенде тағы олармен сөйлесуге тырысып көрген, алайда ешқайсысы оны тыңдамайды. Әйелі керісінше итті қуып жібер деуде. Ичиро итпен серуендеуге шығып оны тастап кеткісі келген, алайда ит оны қуып жетіп алады. Өз-өзін ұстай алмай жылап жіберген байғұс иттен кешірім сұрап жатқанда, сонда отырған жас жігітті байқайды. Кенеттен аспаннан оларға қарай жарық түсті. Ит қорқып қашып кетіп, әлгі жігіт екеуінің арасына бірдеңе құлайды. Ичиро түсініксіз кейіптер мен дауыстарды естуде. Ол тек таңға ғана сол жерде есіне келеді. Ал қасында иті жүгіріп жүр. Ол итті қайта өзімен бірге үйіне алып кетіп, оны өз бөлмесіне жасырып қояды. Таңғы ас барысында Ичиро тамақ дәмін сезбеді. Ол өзін біртүрлі сезініп, үстел басын тастап шығады. Бөлмесінде ол қалай қолынан түтін шығып жатқанын байқайды. Кенеттен тырнағы жұлынып кетіп, ол жерден роботтандырылған құрал пайда болды. Қару тектес құрал Ичиро таңғы асқа жеген нәрсенің бәрін құсып жібереді. Оның тіпті басы да роботқа айналып оны қорқытып жіберді. Ал одан кейін екінші қолы. Айнаға қараған ол өз көзіне өзі сенер емес. Әйелі бөлмеге кіріп қалған кезде дереу өзінің өзгерісін тығады. Ол осылай өзінің роботқа айналғанын түсінді. Хиро Сигами Ичироның қызы Маримен бірге оқитын оқушылардың бірі. Сабақтан кейін ол өзінің ойынан бас алмайтын досы Чокаға келді. Оны сыртқа алып шығып, қалай саусақпен құсты атып түсіруге болатынын көрсетеді. Олар кейін жер асты тұрағына түседі. Жігіт мұнда өз ойымен көліктерді басқаруға тырысуда. Роботқа айналып, өзінің енді робот екенін айтып, досын қатты таңғалдырды. Ичиро тағы да жұмысында бастығынан ұрыс естіді. Сөйтсе ол қателік жіберіп, компаниясы шығынға ұшырап жатыр екен. Бастық оны жұмыстан қумақ. Алайда еркек зейнетке шыққанша жұмыс істеуге мүмкіндік беріңізші деп жалынуда. Көңілі түсіп жұмысынан келе жатқанда жерде өлі жатқан көгершінді байқайды. Оған қолын қойған Ичиро оны қандай да бір ғажайыппен емдеді. Көгершін ұшып кетіп, Ичиро кенеттен ұлы ауруханада өлім алдында жатқан ананың дұғасын естиді. Ол дереу сонда аттанып баланы бір сәтте емдеп шығарды. Өзінің кез келген жанды қолының тиюімен емдеуге қауқарлы екенін түсінген байғұс ақыры өзін бақытты сезінуде. Алайда кенеттен оның назарын жаңа дауыс алады. Өлтірмекші болып жатқан қыздың айқайы. Ал мектепте жігіт өзінің күшін пайдалана отырып, оның досынан ақша тартып алған бұзықтарды жазалауда. Мектептен кейін Хиро анасының өтінішімен оларды тастап басқа елге кетіп қалған әкесіне барады. Олардың Хироны қатты жақсы көретін қызы мен ұлдары бар. Олар өте бақытты, уайымсыз. Ал Хиро әкесінен ақша алуда. Анасы екеуі өмір сүре алу үшін. Ол ашулы, бір жағынан қызғанып тұр. Сондықтан да әкесін өлтіріп тастамақ. Бірақ соңғы сәтте ойыннан айниды. Осылай өз өміріне көңілі толмай кетіп бара жатқанда бақытты отбасының дауыстарын естиді. Онда кіріп еш аяусыздықпен әкесін, одан кейін анасын өлтірді. Олардың бақытты өмірлерін көре алмай. Кейін қызын өлтірмекші. Осы сәтте Ичиро да үйге жетеді. Алайда үйге кіріп үлгеремін дегенше қызды өлтіріп тастапты. Ол қызды өзінің қабілетімен емдемек, алайда шамасы жетер емес. Сол сәтте өлтірушінің дауысын естиді. Ол сол түні паркте онымен бірге болған Хироны таныды. Ол саусағын Ичироға тақап атып қалды. Еркек ұшып түсті, бірақ тез есіне келеді. Сөйтсе жігіт кетіп қалған екен. Келесі күні Хироның досы бірнеше адамды өлтіргенін біліп, онымен енді достаспайтынын айтады.
Үйіне келген Ичера әдеттегі отбасылық ұрысқа тап болды. Анасы баласының ұрлық жасаған үшін, ал қызын сабақта нашар оқыған үшін айыптауда. Еркек өзінің отбасылық мәселесін реттей алатын айтқысы келген. Алайда қызы Мари әйелің сенің көзіңе шөп салып жүр деп әкесінің сөзіне сенімсіздік танытады. Әбден қалжыраған еркектің өз-өзіне деген сенімділігі төмендей бастайды. Осы сәтте ол Хироның досы Чоконың дұғасын естиді. Жігіт Хироны тоқтатуды тілеп, дұға тілеуде. Әйтпесе ол тағы да адамдарды өлтіретін болады деп. Қолына итін ұстап алған Ичера дәл сонда ұшты. Чокамен әңгімелесу барысында Ичера Хираның қабілеті жайлы ақпараттарды біледі. Осылай Чоко Ичераның саусағынан оқ атуға жаттықтыра бастады. Хиро бұл уақытта дәрігердің алдында анасымен бірге отыр. Дәрігер қатты таңғалысты, өйткені анасының денесіндегі рак жоғалып кеткен. Хиро өзі түсінбей анасын емдеген секілді. Анасымен бірге үйіне келе жатқанда олардың жолын полицейлер бөгейді. Хиро өлтіріп кеткен отбасының өліміне байланысты. Бірақ Хиро оңай берілгісі келмейді. Сондықтан оларды оңай жан-жаққа лақтырып қашып кетті. Оған қарсы оқ жаудырғанда жігіт саусағымен олардың біреуін жаралайды. Полицейлерден қашуға тырысқан жігіт өзінің реактивті қозғалтқышын қосып ұшып кетті. Теледидар бойынша Хиро туралы баяндап, оған ізденіс жариялағанын хабарлайды. Жігітке ғашық сыныптастарының бірі оны тауып алып үйіне қонаққа шақыруда. Ал уақытын құр өткізбеген Ичера бұл уақытта өзінің ату қабілетін біршама деңгейге өсірді. Бірақ соған қарамастан оған ату қиындық тудырады. Ол үнемі су ішкісі келеді. Су ішіп отырғандарында олар өзінің роботтандырылған денесі тұзды көтере алмайтынын түсінеді. Денелеріне тұз түссе болды, олар көтере алмай қайта құсып жібереді екен. Әкесінің Шокомен әңгімелесіп тұрғанын Мари байқап қалды. Ол жігітті ұстап алып, сендер қайдан таныстыңдар деп сұрауда. Жігіт біз онлайн ойында танысқанбыз деп өтірік айтады. Журналистер болса Хироның анасына шабуылдап, оның ұлының жасаған қылмыс үшін жауапкершілікке тартылғанын қалап тұр. Байғұс әйел бұның бәрін көтере алмай өз-өзіне қол жұмсайды. Хиро бұны жаңалықтардан естіп, өзін кінәлап азаптануда. Хиро журналистерге анасының мекен-жайын берген баланы тауып алып, мониторда пайда болып оны өлтіріп тастайды. Кейін ол бала талқыласқан шатты тауып алып, ондағы анасын талқылаған адамдардың бәрін өлтіретін боламын деп уәде етеді. Көп өтпей Хиро олардың барлығын тауып алып, үйінен шықпай-ақ оларды өлтіре бастайды, журналистерді қоса. Сыныптас қызы Сион пайда болғанда, Хиро бүкіл жаңалықты айтып жүрген отбасына өзі өлтіргенін мойындайды. Қыз оған сенбейді. Сол кезде жігіт оған өзінің роботтандырылған денесін көрсетті. Оны өзімен бірге аспанға алып кетіп, енді ешкімді өлтірмейтін боламын деп уәде етеді. Жаңалықтарда Хиро қатысы бар қылмыстарды баяндай бастайды. Енді барлығы оның интернет арқылы өлтіре алатынын білді. Сонымен қатар жігіт сол жаңалықтардан өлім алдында жатқандарды емдей алатын құпиялы періште адам пайда болғанын біледі. Бұл жаңалық жігітті қызықтырып, ол бұл періштенің кім екенін білгісі келеді. Сион түнге таман су ішу үшін ұйқысынан тұрғанда, ол өзіне қару тақаған ондаған арнайы жасақ бөлімінің әскерлерін байқады. Олар еш ойланбастан Хироға қарсы оқ жаудырады. Жігіт денесімен қызды қорғап қалды. Ол әскерилердің Сионды өлтіре жаздағанына өте ашулы болып, ондағылардың бәрін өлтіріп тастайды. Атыс барысында олармен бірге тұрған қыздың әжесі қайтыс болды. Бірнеше оқ қыздың өзіне де тиіпті. Бірнеше сәттен кейін қансыраудан қызда қайтыс болды. Ол өзі жақсы көрген адамдардың бәрінен айырылуда. Бірақ Сионға берген уәдесін есіне алып, сыртта күтіп тұрған полицейлерге тиіспей ұшып кетеді. Кейін Хиро бұл елдегі әрбір адам өлу керек деп шешеді. Сондықтан интернет арқылы байланысқа шығып, елдегі барлық мониторларда пайда болды. Осылай ол монитордан, телефондардан барлығына оқ ата бастайды. Хиро пайда болған жерлерде адамдар қырылуда. Адамдар арасында қорқыныш үрейі пайда болып, олар қаша жөнеледі. Ичера Хироның қолынан өліп жатқан адамдардың дауысын естиді. Олар мені аяй көрші деп жалынуда. Ол бұл уақытта Чокомен сөйлесіп отырған болатын. Ол барлық адамды Хиродан құтқарайын деп шешеді. Шоко болса оның қолына тұзды сусынды берді. Осыдан кейін Ичера Хироның байланысын үзіп өзі қосылады. Ол Чоконы көрсетті. Ал ол өз кезегінде барлық адамдардан телефондар мен компьютерлерді өшіруді өтінеді. Хиро оларды өлтірмес үшін. Бірақ Хироның оңай беріле салатын ойы жоқ. Ол ондаған ракеталарды жібереді. Қалған адамдарды жойып, Шоко хабарлама жариялап жатқан экрандарды сындыру үшін. Ичера ракеталардың қайдан атқыланып жатқанын көріп, дереу сонда сығады. Екеуінің арасында ұрыс басталды. Ичера бұл Құдайдың бізге берген сыйлығы, оны адамдардың игілігі үшін пайдалануымыз керек деуде. Бірақ жігіттің ойы басқа.
Ол еркектің артына түсіп оған қарсы оқ жаудыруда. Ол кенеттен өзінің қызының дұғасын естіп қалады. Сөйтсе қызы Хиро атқылаған ғимараттардың бірінде болыпты. Жарылыс нәтижесінде оның қызын үйінділер басып қалған. Әкесі оны құтқаруға асыққан, алайда Хиро оған мүмкіндік берер емес. Хиро өзінің энергиясын су арқылы толықтырып алғысы келген. Ичиро оның бөтелкесіне қарай атып қалып, өзінің тұзды суын алып шығады. Оның тұзды екенін білмейтін Хиро оны күшпен тартып алып іше бастайды. Күшін толықтырып алып, ол қайтадан Ичироны атқылауға кіріседі. Еркектің артына түскен жігіт оны ғарыштың шекарасында қуып жетті. Еркекті бір оқпен өлтіріп тастамақ болған, алайда Хироның организмімен түсініксіз нәрсе орын ала бастады. Суды көтере алмаған роботтандырылған дене құсуда. Енді басымдық Ичироның жағында. Ол қарсыласына қарай ракеталарды жіберіп, ол жарылып, Хиро жерге қарай құлайды. Жігіт өлген шығар деп ойлаған Ичиро өзінің қызын құтқаруға асықты. Ол Мариді қиратылған ғимараттан сезімсіз жатқан жерінен тауып алады. Әкесі қызын құтқару үшін бәрін істеуде. Бірнеше сәттен кейін еңбегі ақталып, қыз өз есіне келіп, әкесін көріп басынан өткерген оқиғасынан еңірей бастайды. Осы сәтте Ичироға Хиро шабуылдайды. Ол ашулы және кек алғысы келеді. Мари әкесінің робот екенін көрді. Еркекте менің сезінген сезімді сезсін деп Хиро қызды жаралайды. Ал кейін Мариді терезеден лақтырып жіберді. Ичиро қатты ашулы, онымен бірдеңе орын алып, оның күші арта түсті. Хиро оған қарай шабуылдауда. Бұл жолы күшейген Ичиро оның денесінің бір бөлігін бұзып өтеді. Соңғы сәтте ол Мариді құтқарып, оның жарасын емдеп, қалғандарын емдеуге асығады. Ичироның отбасында тыныштық орнады. Мариден басқа ешкім әкесінің кейбірге екенін білмейді. Ал билік Хироны өлі деп жариялады. Оның денесінің бөліктерін тауып алғанда. Чоко мектептен кейін өзінің ескі досының үйіне барып Хироны табады. Ол өзінің оң қолынан айырылыпты. Досының істеген қылмыстарына қарамастан, Чоко оған ашулы емес. Ол досын сағынған. Оған компьютерлік ойын ойнауды сынады. Осылай ойынды қосып жатқанда Хиро жоғалып кетеді. Осы жерден фильм де аяқталады. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино Айтуша.